Саламатсыздар ма? Дәріс тақырыбы металдар, физикалық және химиялық қасиеттері, металлургия. Сабақ жоспары: табиғатта көп кездесетін металдар қатары, металдардың физикалық және химиялық қасиеттері, металдарды өнеркәсіптік алу әдістері, металдардың тіршіліктегі маңыздылығы. Металдар электр тоғы мен жылуды жақсы өткізетін, пластикалық қасиеттері жоғары және де жылтыр заттар. Мұндай қасиеттердің болуы металдардың ішкі құрылымымен тығыз байланысты. Металдардың кристалдық тор көздерінде металл атомдары орналасқан. Олар бір-бірімен металдық байланысты. Металдардың иондану энергиясы төмен. Ол сәйкесінше валенттік электрондар оңай бөлініп, бүкіл кристалл бойында еркін қозғалады. Сондықтан да олардың жиынтығын электрон газдары деп те атаймыз. Металдардың қаттылығы, температураға төзімділігі күнделікті тәжірибеде шешуші рөл атқарады. Егер де шыныны хроммен, ал цезийді адам тырнағымен кесе алатын болсақ, кейбір металдар жұмсақ болғандықтан таза металдардың орнына олардың бір-бірімен қоспа құймалары күйінде қолданылады. Ең алғаш алынған құймаларының бірі қола. Қара металдарға темір және олардың құймалары, мысалға шойын және болат. Түсті металдар күміс, алтын, платина. Химиялық реактивтерге төзімділігіне байланысты асыл металдарға жатады. Сумен әрекеттесіп сілті түзетін металдар сілтілік. Ал жер қыртысының негізін құрайтын сілтілік жер металдар. Массалық үлесі 0,1% аспайтындарды сирек металдар деп атаймыз. Сілтілік металдардың қатары литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. Сілтілік жер металдар магний, кальций, стронций, барий, радий. Амфотерлі металдар алюминий, галлий, қорғасын, қалайы, бериллий, мырышты жатқызамыз. Табиғатта көп кездесетін металдар қатары. Металдардың жанында проценттік қатынаста көрсетілуіне байланысты келесідей қатарда орналастырылады. Ең табиғатта көп кездесетін металдар алюминий, темір, кальций, натрий, калий, магний, титан, марганец, барий, стронций. Қалған металдардың табиғатта сирек кездесетін металдар қатарында болады. Металдардың физикалық қасиеттері. Металл кристаллындағы атомдар, иондар электрон газымен берік ұсталып металдық байланысты болатындығынан кристалдағы бос электрондарға тәуелді металдар белгілі бір ортақ қасиеттерге ие болады. Бұл қасиеттерге олардың жылулық, электрөткізгіштік, металдық жылтырлығы және иілімділік қасиеттері жатады. Электрлік және жылу өткізгіштігі. Электр өрісінің әсерінен электрондар бұлты бағытта қозғалысқа ие болады. Сөйтіп, электр тоғы пайда болады. Электр өткізгіштігі ең жоғарғы металдарға күміс пен мысты жатқызамыз. Одан кейінгі электр өткізгіштігі жоғарғы металдар алтын мен алюминий, темір. Ең электр өткізгіштігі төмен металл сынапқа ие. Металдық жылтыр. Металдардың өзіне тән қасиеттерінің бірі, оны адамдар өте жоғары бағалап, кейбір көркем өнер туындыларын жасауда қолданылған. Металдардың бәрі де мөлдір емес, өзіндік жылтыр бар, бірақ көбінесе табиғатта сұр түсті болып келеді. Металдардың иілімділік қасиеттері. Металдарды соққанда ұсақ түйіршіктерге бөлініп шашырамайды, небір пішінін өзгертіп тапталады да, яғни соғуға төзімді пластикалық қасиетін, иілімділігін көрсетеді.
Балқу температурасы бойынша металдар температурасы 100 градустан жоғарғы температурада балқитын металдарды қиын балқитын, ал одан төмен болса оңай балқитын металдарға жатқызамыз. Ең оңай балқитын металл сынап, оның балқу температурасы шамамен 38,9 градус, ал ең қиын балқитын металл вольфрам. Оның балқу температурасы шамамен 3390 градусты құрайды. Сондықтан да оны электр шамы сымдарын дайындау үшін кеңінен қолданылады. Металдардың химиялық қасиеттері. Металдардың көпшілігі химиялық белсенді элементтер болғандықтан, олар өзара жай және күрделі заттармен химиялық реакцияға түсе алады. Мысалы ретінде, жай заттармен реакцияласқан кезде жай жану реакциясы, екіншінде темір сульфиді, кальций хлоридінің химиялық реакциясы көрсетілген. Металл гидриттер тұз сияқты қатты заттар. Металл гидриттерінде ғана сутегінің тотығу дәрежесі бірге тең болады. Себебі металл электрондарын сутектің атомдық радиусы кіші болғандықтан оңай беріледі. Металдардың күрделі заттармен өзара әрекеттесуі. Сілтілік жер металдар сумен қуатты әрекеттесіп, судағы сутекті ығыстырып шығарады. Металдардың қышқылдармен әрекеттесуі. Реакция нәтижесінде түзілетін өнімнің табиғаты металдың белсенділігіне және қышқылдардың концентрациясына тәуелді. Мысал ретінде күкірт қышқылының сұйытылған және концентрленген, азот қышқылының сұйытылған және концентрленген ерітінділермен металдардың өзара әрекеттесуінде түзілетін өнімдер. Металдардың тұздармен әрекеттесуі. Белсендірек металдар реакция нәтижесінде белсенділігі төмен металдарды қосылыстарынан ығыстырып шығару арқылы реакция жүргізіледі. Мысалы ретінде, металдар сонымен қатар оксидтермен де әрекеттесіп, реакция нәтижесінде металл оксидтері түзіледі. Металдар органикалық қосылыстармен де өзара әрекеттесіп, күрделі органикалық қосылыстар түзеді. Металдардың өнеркәсіптік алу әдістері. Өнеркәсіпте металдарды негізінен феррометаллургия, гидрометаллургия және электрометаллургия әдістерімен өндіреді. Металдар электр сымдарын, тұрмысқа қажетті бұйымдарды жасауда және тағы басқа мақсаттарда кеңінен қолданылады. Құрамында металл қосылыстары бар минералдар мен тау жыныстарынан металды өнеркәсіптік жолмен бөліп алу экономикалық тиімді болған жағдайда мұны кен деп атаймыз. Металдар табиғи кендерден алынады. Кендегі металды бос жынысынан айыру арқылы байыту процесі жүргізіледі. Олардың ең көп қолданылатын флотациялық байыту әдісі. Бұл әдістер металдардың химиялық белсенділіктеріне негізделген. Қазақстандағы металл кендерінің келесідей шоғырланған. Қорғасын, Мырыш, Текелі, Малевскі, Ащысайда. Магний, Титан, Мырыш, Берилий, Өскеменде орналасқан. Өскемен, Марганец, Қаражал, Жезді, Хром, Хромтау, Мыс, Жезқазған, Ақтоғай. Темірдің кен орны Қарағанды, Орал, Рудный қаласында. Вольфрам, молибден, Ағадыр, Шығыс Қазақстан облысында. Қалайы, Көкшетау, Алтын, Бақыршық, Майқайың, Жітіқара кен орындарында орналасқан. Жер бетіндегі тіршілік металдарсыз мүмкін емес. Жасыл өсімдіктерде фотосинтез процесі жүргізу үшін хлорофилл керек, ал хлорофиллдің қалыптасу үшін магния қажет. Кальций сүйектер мен тістерді мықты және берік қылатын кальций қосылыстарын алуға маңызды рөл атқарады. Мырыш ағзамыздағы ферменттердің тиімді жұмыс жасауы үшін қажет, ал кобальт атомдары
В12 дәруменінде кездеседі. Молибден мен темір кейбір өсімдіктердің тамыр түйнектерінде атмосферадағы азотты өңдеуші бактериялар қолданылатын нитрогеназ ферменті үшін маңызды роль атқарады. Қолданылған әдебиеттер тізімі назарларыңызға рахмет.